Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мынау біздің жаңағы күшті қазақтарды, мен қазақ дейтін күшті спортсмендер, танымал адамдарды біздің көзіміздің бақырайтып құртып жатыр шетінен, ұялмай, наглым образом. Жәнібек Әлімханұлыға допинг беріп, мен күмәнде болғандай, оны шеттетіп не қылып жетті. Сөйтіп, СМИ-ларға пост етті. Олардың бәрі жамандап шықты. Ой, бүйтті, сөйтті деп. Енді артынша жаңағы Шавкат Рахмоновты не қылды. Если мынау Шавкат Рахмоновты не қылған не себеп? Мына Шавкат Рахмонов естеріңде болса, былтыр жаңа айтқан, мына қазақ халық байлықтың бәрі жаңағы халыққа пайдалану керек, халыққа не қылу керек деп еді. Аналарда дереу жаны шығып кетті да, мына Шодиев жаңағы киім не дейтін жаңағы Гаджиевтер дереу жаңағы оған менің немене бойынша күмәнім бойынша жаңағы организовать етті ДТП әйеліне. Әйелі аман қалды, адам қайтыс болды. Ол 27 июль 2025 жылы болды. Білесіз ба? Сөйтіп, оны мен ішіндегі не только Шадиев, ішіндегі МВД-ның бастығы, басқа биліктердің барлығы, КНБ, прокуратура бәрі ішіндегі замешан, заказ болған енді менің күмәнім сондай. Сөйтіп, не қылып кетті, жағы осы Шавкат Рахмонов именно жағы мынау дагестанец Ислам Махачевпен төбелесуге дайындап отқан деп ойлаймын. Нақты десеңіз, жағы Ақ үйде, Белый домда жағы УФСН президенті Дана Уайт, соны Ислам Махачевте тек қана Шавкат Рахмонов жеңеді деп, соны дайындап отырған. Шавкат Рахмоновты ұмтылып, осы жақында ғана тренировкаларда секіп жүрген. Не қылам деп. Түсініңіздер ма? Ол дагестанец, біздегі мынау Гаджиевті дагестанец. Мынау Шодиев, олар көремайды қазақтың алға шыққанын. Бір жағынан өзбектер ондай дәрежеге жетпеген дәрежеге. Бокс болсын жағы, ММА болсын. Жағы баяғыда Әлімханұлы ананы жеңгенде, мысалы, Головкин айдалада қалатын еді. Қазір Головкинді менің пікірім бойынша оны президентке мүмкін дайындап отқан шығар. Осы жақында Головкинді мемлекет гос деймі, жеке қабылдап отыр. Өзбекстан президенті Мирзиёев Головкинді. Бір президенті сияқты. Или ол соны мүмкін ішінен біледі ғой, олар мафияның бәрі соларда ғой. Жағы келешекте осы президент боламы деп қабылдап отыр. Или Головкин оған жағы барып рұқсат сұрап отыр ба, мен осындай деп алдына жығылмақшы ма, мафия болған. Түсіндің ба? Как? Отлично, все хорошо. Благодаря вам, брат. Он сказал, пока руководитель. А біздегі билікте жүрген шестерка болған ғой сонда. Оны сөйтіп, оны қарсы алып, на государственный уровне Головкин не қылады, айдала қалатын еді. Мына жақта қазақи Жәнібек Әлімханұлы бүкіл әлемге гүрілдейтін еді, қазақтарды. А ондайды жоқ. Енді мына Шавкат Рахмонов, Ислам Махачев пен дагестанец енді өзі қорқып жүрді, Дагестан, Ислам Махачев дейтін. Соны мынау Гаджиевтер алды, мынау мен пікірім бойынша жағы МВД, жағы КНБ, олармен бүйтіп крутить етеді. Енді өзіңіздеріңіз біліңіз, соны Тоқаев назначать етеді ғой. Жылына былтыр ма СМИ-ге сетсек 140 миллиард доллар жоқ қылған бір жылдың ішінде. Ашейін ол жағы немнеден бөлінген, одан басқасы қаншасы бар. О кіммен бөлісіп жатыр? Әрине Ресейдің ФСБ жағын біздегі анау билікпен бөлісіп жатыр. Сөйтіп полиция немелерге влиять ете алады. Гаджиев. Анау дагестанец Гаджиев. Махачев. Сөйтіп мына жағынан мыналарын бәрі бірігіп, жағы мынау Шавкат Рахмоновты қорқытқан. Ол мүмкін кейбіреулер айтатын шығарсыздар, ол жағы аяғы травма болды. Ол травма болған, мен басынан өткен, мен білем, ол қалай не қылады. Ол шайтан арқылы біздің КМБ дереу жағы порча қатты жібергенде, сен өлтіргіш келсе, иманың күшті болса өлтіре алмайды. Иманың жағы сол үшін ол не. А бірақ аяғыңды ауыртып, предупреждающий аяқтан ұрады бірінші. Қолдағы жаралар шығады. Сөйтіп Шавкаттың аяғын ауыртқан, ол білмейді, бала ғой. Врачқа барады, врачтың бәрі солардың астында, биліктің астында. Не десе мафияны соны істейді.
Мысалы мен сіздерге дәлел әкелейін, 2010 жылы мен әбден 2 ай қинаған. Больница түсіп қалғанда. Масқара енді бір ұйқы сияқты бір жерде жүгірейін десең кете жүгіре алмайсың, келейін десе келе алмайсың, өз-өзіңе келе алмайсың, қиналып жүресің. 2 ай сөйтіп қиналған. Сөйтіп балам түсте ме келіп қалып, коридорда телефон болады ғой, жаңағы медсестралар отырды. Соны алып қалып еді кете қалған. Сонда жаңағы бас дәрігер ана звондап жатыр екен, зап отделениеге не болды, анау деді, ол айтып жатыр, болды, әбден қиналып өлетін болды, жақында уже не алатын шығар уже деп еді. Бас дәрігер айтты, давай, оны мен саған скорый берем деді. Ана химпосовка больницаға апарып таста, чтоб концы воду, бұяқта қайтыс болмады деп. Сонда балам естіп, мен химпосовка больницаға апарғанда қай шу көтеріп не алған екен, журналистерге айтам дегенге қойды. Мен өз-өзіме 2010 жылы. Осы жақында 2025 жыл август айда олар көзі жетіп, мен тоқтамайтынымды. Не қылып? Өлтіргіш келді. Қайтадан мынау целый врачтар, 30 адам врач консилиум не алған, бұда рак болды деп, сөйтіп мынау сен бір аптан операция жасамасаң, сен анау уже опасно, 100% сен рак почки, сен алып тастау керек почки, или шетін не қылу керек, оны құдай біледі, не қыламыз деп, 100% деп неғып тұрған. Сөйтіп мен жатқызып, қинап өлтірмекші ғой сөйтіп, рахаттанып. Инфекция заносить етіп, сен шетін кесіп тастап, іріңдеткізіп, сөйтіп, қинап өлтір. Или сразу өлтіретін еді. Мұны видеоны көресіздер, дәлел. Басқа ол бөлек пост шығарам ол туралы. Осы августа. Он бір аптаның ішінде не қылады деген, мен әлі осыға 7 ай болды, жүрмін ешнәрсе. Анализдерді өткіздім басқа жерден. Бұл жерде барлығы биліктің банданың астында. Корейский жағы медицинский компания болды, турецкий болды, бәрі соларда жағы. И мынау қайсы жеке компаниялар медицинский қандай болса солының астында. Түсіндіңіз ба? Моментально не қылады. Сол үшін врачтардың бәрігі сол астында сөйтіп айтқан, действительно ауырып қалды, Шапкат бала білмейді, ауырып қалды. Не қылған екен, жүре алмай қалады адам, түнде тұра алмай қаласың. Аяғына порыдан жағы немде қандар шығып кеткен. Баяғыда сөйтіп оны кеулер айту мүмкін, ол шетелде операция жасады. Шетелге де ақша ғой ол. Апарып формально жасады ма, жасамады ма, или ақша берсе, ол жасамады, жасаған ақшасын берсе, жасады дейді. Сөйтіп Шавкат Рахмоновты қорқытып, или сенің әйелің мына сотталады, или сен отказаться ет, отбой деп сөйтіп условие қойған. Сөйтіп мынау жаңа найзаға кел, өтіріктен кастильмен деп. Аяғымын ауыратын адам өлсе келермін, найза қарамай ма, өзі жек көреді, бармайды, УФС-ен қарамайтын адам. Сол елін көнші не қылып. Түсіңіз ба? Айтпесе қазақ тілі десе өліп қалатын Шавкат Рахмонов баяғыда жаңағы УФС-де талай адамдар жеңіп шығып келгенде, бұяқта әкею орысша сұрақтар қойып, қайта орысша сұрағанда қазақша жауап беріп, қазақша не алатын адам қазір уже сұрақ қойса, мына конституцияны қалай қазақ келсе, қорқады жауап беруге. Уже не қылып атқан жоқ. До того қорқытастан. И әлиен сотталады, и жоқ, не қылып жібереміз де мүмкін. Түсіндіңіз ба? Аяғы ауырып атқан, керек болса тағы порча жібереді. Сол үшін айтатыным, мен сіздерге аппликация айтайын, имандарың күшті болсын. Айтса баяғыда өлтіріп қояды мені. И жаңағы Құран оқып тұрыңдар. Олар ондай жек көреді, мына президент еткен адамдар иманы күшті болса, олар түк істей алмайды. Ашим уақытша бір нәрсе не қылады, өздеріне не қылады, оны белгілі барында. Сонымен оның ішінде мен ойлаймын, министрше саденті замешін. Нақ десеңіз, ол адам умышленное убийство емес қой. Мысалы, Өтемұратов 20 миллиондай доллар Ресейден келген, қағып келген жағы немнен Рыбакина қосты. 20 миллион доллардай соны тренировкаларына, популяризациясына шетелге не алсын деп, ол Қазақстанды жеркеніп, Олимпиадаға Қазақстан атынан бармай қойды керек болса. Кейін жағы Қазақстан туын көрсетмен берді. Міне жерде ары кетсе аналарға 100 мың доллар екі адам қайтыс болды, берсе болды, адам қайтыс болатын адам қайтыс болды, мен алыңдар десе, қанша ақшам берсе болды. Баяғыдан примирение сторон қылып жүретін еді ғой. Полицияны өз ақсындырып жүретін еді. А бұл именно жағы 27 июльде авария болса, қазір январдың жағы аяқ жағына кеп сотқа не олды. Как раз Махачевпенен Дагестанпен не олатын. Оның бәлігі МВД, мен осыны ойлаймын, КНБ мына ұятсызнаға немене олған. Генеральный прокурор бәрі замешан, бәрі жағы накрутчике. Менің пікірім, күмәнім бойынша Гаджиевті. Гаджиевтің артында анау Тоқаев тұр деп ойлаймыз.
Onun артында жағы Гаджиевті тағы мына ФСБ поддерживать етеді, нағып десең аяқтан 140 миллиард доллардан менің ойымша бөліседі, мынаяқтан содиып, қазақта шықпасын. Біздің тарихты да соларға сатып жатыр. Ол тұрмақ біздің батырларды. Баяғыда Шавкат Рахмонов қазақ емес, ол өзбек деп жүрген біздің КНБ-ның боттары, полицияның боттары, акиматтың боттары. Жағы Сабыр Рахимовты қазақ емес, өзбек деп соларын не қылып жүрген. Қазір мына Майя Бекбаеваны салып, жағы өзбекский ханство деп өтіріктен приспособленка ұятсызды не қылып сөйтіп біздің жағы батырларымызды бізді көзімізді бақырайтып қойып құртып жатыр. Жәнібекті байқұс қазақ халқым артында бар, қазақпын мен, қазақский стиль деп не қылғаны мін шеттеп жерді. Ешкім нәрсені қылмады, СМИ-лерім бар, Спортство 24 дейтін бар. Бәрі ой, ол болды, ол жағы действительно допинг екен, одан титулдарын бәрін алып қояды екен. Ол мысалы шыны сондай да болса жасыру керек қой. А бұлар жабылып жағы, мен уже опытым бар ғой, жағы орысша айтқанда кривать етіп жатыр Жәнібек. Енді Шавкат Рахмоновқа да сөйтіп не қылып жатыр. Түсіндіңіз ба? Мен айтатыным сол үшін Шавкат Рахмонов сен кет, сен керек болса бұяқ не қылмайды. Мынау бір шанс болып тұрды сенде. Билалды да сонымен шықпай қойғанда да сонда аяғын ауыртып қойды. Айтпаса Герриде сөйлескенде түк былқ етпей шығып еді ғой. Именно немнен алдында. Жағы Кастильмен найзаға кел дегенде де осы жағы Гаджиевті істеп атқан. Өзі шестерка арқылы. Қол мынау әтей олар ұстап отыр жағы мынау немнелер сияқты. Беспринципный әшен бір тетақ сияқты біреулер жүреді. Қорқақ. Сөйтіп солар арқылы крутить етеді. Бір мафиозник болған сол айтқан, я ему так глубоко в задницу руку засунул дейді, что шевелю его губами дейді. Түсіндіңіз ба? Вот өздерің мен айтпай қойын жағы, кімге мен көрсетіп атқан. Ол біздің крутить етіп атқан, бізге әртүрлі заң не қылып атқан, еш нәрсе не қылмайтын дегендер, жағы осында мафия, Шодиев, Ким, Ни, осы оңбағандар. Кливановтар бар, Қытай немлер бар, солардың істеп атқан тірлігі. Мысалы, Мұстафа Өзтүрікті өлтірді, білесіздер. Назарбаевтың жағы мен күмән бойынша приказмен у беріп өлтірді. Оны засекречен до сих пор. Ол адамды 4 мәрте жағы депутат қой. Мен айтпай қойын кім екен. Қанат Исламды да сөйтті. Қанат Исламды алыпты жағы олимпиадаға жібермей, бүйтті сөйтті. Арман Оспановты понуждать етті. 5-6 қызы бар, үйі жоқ, квартирасы жоқ, жеңіп жүргенде шыққанда көмек бермей, кейін полковникке жеңіткізді. Қолын бәрі порчена байтеп шайтан арқы, мынау жаралармен шыққан көрдіңіздер. Соны Бекбаев дейтін ба, Алаш Прайт ба, соны немес понуждать шығарып жеріп еді, Арман Оспанов жеңіліп еді Егембердиевке. Оларға Шымкент әкімі жеңілген үшін Путиннің любимчікі, полковникке 4 бөлмелі пәтер берді. Жеңіп жүргенде бір тиын бермейтін еді. А жеңілгенде 4 бөлмелі пәтер берді Арман Оспановқа. Егембердиевті де сөйтті. Біреуге жеңілткізгенде. Түсіндіңіз бе, қандай политика? Бізде ешкімге шығартқызбайды. Шавкат, балам, сен сенбе ешкімге. Сен Утемуратовқа сенбе. Сен сөйт ұстап отыр әтейі. Капқанда, сен оны 5-10 теңгесін қарама, тегін зал, тегін тренер деп, ондай тренер Базыровты да 0 ол, не рыба, не мясо. Кет ояқтан, шетелді қайта Америкаға барып тұр. Сен ояқтан $1,000,000 табасың, сояқтан сен қазақ халқы мақтаныш не қылып отырады. Сөйтіп, шетімізден бәрін сындырып жатыр, шетімізден күшті қазақтарды құртып жатыр, тілді де сөйтіп не қылып жатыр. Осы сатқын биліктің жағы істеген ісі деп ойлаймын. Түсіндіңіздер ме? Нағыз оккупация, сонымен енді мен мына жерде айтылған жағы. Баяғыда сол мені осындай пытать еткен үшін айтайын дегенім, мен оларға жауаптаққа тартқызғам. Онда Мырзахметов Аким Жамбылской области. Сөйтіп, анау Жұмағұлов департамент здравоохранения Жамбылской области жұмыстан алдыртқызып, машин бөгірмен құтылайын деді, соны қоймай видеоны доказательство қылып алып тастады. 2-3 орынбасарын алып тастады. Жағы пытать еткен оңбаған бас дәрігерменен зам полицейный часть 10 соттатқызып жібердім. Оның бары комиссияны, мен комиссия создавать еткен ғой, мен осыны пытать еткен екен. Сон отделдің бастығы, акиматтың өте грамотный жас жігіт, енді жас болғанда где-то 35-40 жастардағы. Өткен емне.
Соны жағы аллардың айтқанына КНБ жағы сөйді прокуратура, как мен күмән бойынша, Антигон айтқанына тыңламай, амал жоқтан енді соларды жауапқа тартқызды ғой. Әбден жағы Мырзахметовке тісін мынандай қылған екен, сөйтіп аналар енді КНБ-ні айтқан істеп, приказын істеп, мен өлтірейін деді ғой. Сөйтіп олардан жұмыстан алып тастады. Сол үшін олар жағы бірінші 9 микронда взрыв организовать етті, отрицательный мотив Мырзахмет жұмыстан алып тастады КНБ. Менің күмәнім жағы немнен. Кейін болмаған екен жағы Қордайский погром жасады. Дунганда. Собы мынау Мырзахметовті отрицательный мотивтен жұмыстан алып тастады. Оның үстіне ол Таразда ақша ұрламай, сен шоколадка қылып жүрген. Көшіп кеткен немістер, гректер таңғалады өзі, парк, әдемі, цветущий, любой жағынан. Оны орнына әкетті Бердібек Сапарбай, бәрін білесіздер, марқұм Бардүрбек дейтін еді ғой, қазір соның тірлігін жағы мынау қазір албатын әкімдер, басқа әкімдер Бардүрлерді ауыстырып, жаңасын жаңаға сөйтіп делосын неғып. Сол қазақ елім. Осындай, мен осы жерде айтылған өзім жеке пікіріме, көз қарасыма, жағы күмәніме өздерің көз қарасыңдар, немелеріңді жазсаңыздар болады. Маған жағы менкі дұрыс па, жоқ менкі бұрыс па. Бірақ мынау Головкин үшін жағы Жәнібекті алты құртты. Оның үсті өзбектердің боксерлар ешкім ондай дәреже жеткен жоқ. Не үшін? Головкин баяғыда есіңізде болған, жек көріп қалған тағда ол біздің Данияр Үйлесен өзінің картынан алып тастады да, бокс отқан. Сөйтіп орны өзбекті алған. Өзбектердің баяғыдан связь. Ол білет. Бізді өзбектер погода жасап атқан, билік жасап атқан солар деп, сол үшін жағы Мирзиёевқа личный приемда как президент сияқты қарсады. Міне видеоны көрдіңдер, и мені жағы қалай врачтар жағы өлтіріш келіп, осы августта операция жасау керек, бір аптаның ішінде айтпаса месяц таза кетеді, сонымен сен почкаңды алып тастау керек, болмаса бүйту керек деген. Мен отырмын ғой, Аллаға шүкір. А это что, операцию надо проводить? Обязательно. Там прям написано, что это там. Там же мне сказали, что особой нету там. Кто сказал? Ну вот это там как. Вот кто бы не сказал, у вас написано суспиция ЦР правой почки, подозрение на рак правой почки. А, это подозрение на рак правой почки, да? Это обязательно операцию надо делать? 100% надо. Да? Пока мы можем еще попытаться сохранить почку, потом уже почку не сохраним. Уже всю почку удалять придется. А это сложная операция, да? Сложная. Орган сохранить намного сложнее, чем удалить его. Легче убрать, чем сохранить. А я вам еще предлагаю пока сохранить почку. А там это как вот это через вырезать надо будет? Нет, лапароскопически проколами нужно делать. Это сложная, да, операция? Сложная операция. А сколько длится? 5 часов длится. Какая разница, сколько длится вам? И за 30 минут можно сделать, и за 10 минут сделать. Качественно надо сделать. Час где-то длится эта операция. Могу и не проснуться. Ну, ваше право. Сонда оның үстіне келіп, тағы да мынау поликлиниканың бастықтары звондады ғой. Ойбай, болмайды біраздан кейін, үндемей отырған екен. Барыңдар деп әр посттан кейін. Түсіндіңіз ба? Өлтіре алмай жүр. Причем қинақ өлтіргісі келеді. Стоматологты талай не қылған. Келеді да келіп, өтіріктен, укол салмайсың ба десем, жоқ, каска дейді, 3-4 стоматолог келді. Ойбайлап кесіп без наркоза не қылады, қасына телефонды қойып қояды, мен қасыма, как раз не қылып. Не дейді, наружный связьбенен. Ар жағында естіп тұрдым. Десем, анаяқтан, бол, немене ғой естіп қойдым. Анаяқтан жарайсың деп рахаттан. О, кім біледі жағы, мынау КНБ-ның бастығы ма, мынау сияқты, Саденов сияқтылар ма. Жоқ, ана Назарбаев, Тоқаев өзі отыр ма. Жоқ, мынау МВД-ның бастығы ма ар жағында отыр деп сөйтіп не қылатын еді. 3 марта қылмыстық іс возбужден, бәрі податқа ешкімге не қылған жоқ. Өте көп ондай, любой жерге не қылғысы келеді. Түсіндіңіз бе? Сол үшін қанша маған угроза келіп жатыр, қанша не қылады, сондай пыткалар жасаған, басынан өткен, сол үшін мынау врачтарға сенім жоқ. Мынау солар арқылы мынау КНБ-ні шайтанды жағы тірліктері арқылы Порчамен Шавкат Рахмоновты сөйтіп шеттеп жіберді, болды енді. Үлкен шанс еді. Қазақтар бүйтіп көтеріліп кететін еді. Ол бүкіл Америка бұ дүние жүзі гүрілдеп кететін еді.
И жаңа баламызды Жәнібек Әлімханұлы жетім болып қалды. Сүмірейіп қалып байқұс бүйтіп қалсаң. Қазағым деп, әне, не болды? Бәрі қазақтар жағым. Бас саты, Смилеріңкі бас саты. Ой, ол баман екен, бүйткен екен, бізді алдаған екен дегенде сөйтіп. Шавкат Рахмонов түрі мынау болды. Жақсы тағы да рахмет айтамын. Менің айтылған күмәніме, көзқарасыма, өздерінің көзқарастан жазсаңыз болады. Мынау видеоны көрдіңдер. Жақсы.